Сәлеметсіздер ме оқушылар? Мен сіздерге кеңістік пен уақыт бөлімінің 12-ші сабағын ұсынамын. Сабағымыздың тақырыбы Жарасқан Әбдірашев «Дала сенің ұлыңмын» поэмасы, ұлы тұлғалар. Сабақта жүзеге асырылатын оқу мақсаты: әдеби туындыдағы көтерілген мәселелерге өзіндік көзқарас тұрғысынан шығармашылық жұмыс жазу. Ақын Жарасқан Әбдірашев поэмада тек туған даласының сұлулығына тамсанып қана қоймайды, даланың өткенін, батырлар мен мәрт мінезді адамдарын жырлауды өзінің басты ақындық парызы санайды. Туған дала, шықсам-ақ 5 күн жырақ, сен туралы сөздерге тостым құлақ, ой толғайды кексіздеп кейбіреулер, айта алмайды тексіздеп ешкім бірақ. Мойынсынтпай қояр ма мәніне шын, талай жұртқа талайдан қанық есім. Күйшілікке келгенде Құрманғазы, әншілікке келгенде Әміресің. Болаттайын шыңдалған атқарыпсың, болмысыңды ұққанда жаттар ұқсын. Ақындыққа келгенде Махамбетсің, батылдыққа келгенде Тоқтаровсың. Таласуға келгенде ауырдансың, алашуға келгенде дауылдансың. Балуандыққа келгенде Қажымұқан, батырлыққа келгенде Бауыржансың. Ақын өз елінің бірегей перзенттері ұлы Абайды, отты Махамбетті, терең Мұхтарды, батыр Бауыржанды, күйші Құрманғазыны шабыттана жыр арқауына айналдырады. Осындай даланың жарқын тұлғаларын жырға қосқан ақын ағамыздың арманы тұлғалар тағылымының мәңгі сақталып кейінгі ұрпаққа дәріптелуі. Сіздерге ұсынылатын бірінші тапсырма: суреттегі кейіпкерлерге қатысты мәлімет жазыңыз. Ұлы тұлғалардың ел үшін сіңірген еңбегін әңгімелеп беріңіз. Тапсырманы орындау барысында төмендегі дескрипторды басшылыққа алыңыз. Кейіпкерлер туралы мәлімет береді, өз көзқарасын білдіреді. Оқушылар, ұлы тұлғалар туралы өз білімдеріңізбен бөлісті деп ойлаймын. Мен де сіздерге қосымша мәліметтер ұсынғым келеді. Біржан Сал, қазақтың әйгілі ақыны, сазгер. Біздің заманымызға Біржан Салдың 60-қа жуық әндері жеткен. Оның әндері нәзік сезімді, сұлулықты жырлаған сыршылдығымен қоса құнды. Сара ақынмен айтысы оны дарынды, суырып салма ақын ретінде дүйім елге танытты. Әміре Қашаубаев, атақты әнші, актер әрі музыкант. Әміренің аты тек Қазақстан емес, бүкіл одаққа, бүкіл Еуропаға әйгілі болды. Қазақтың ағаш аяқ, үш дос, қос барабан, қызыл бидай, жалғыз аша сияқты классикалық әндері Әміре айтқан үлгі өнегемен орнығып, кейінгі әншілердің репертуарларында жалғасын тауып келеді. Құрманғазы Сағырбайұлы, қазақтың ұлы күйші композиторы, қазақтың аспапты музыка өнерінің классигі. Төлеген Тоқтаров, екінші дүниежүзілік соғысқа қатысушы, қатардағы гвардия жауынгері, Ленин орденімен бірнеше медальдармен марапатталған. Махамбет Өтемісұлы, қазақтың әйгілі ақыны, күйші композиторы, отаршылдыққа қарсы Исатай Тайманов бастаған көтерілісті ұйымдастырушылардың бірі, осы көтерілістің жалынды жыршысы. Бауыржан Момышұлы, Кеңес одағының батыры, жазушы, екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері, әскери қолбасшы. Екінші тапсырма: берілген өлең жолдарын түсініп оқып, көтерілген мәселелерді анықтаңыз. Дескриптор үзіндіні оқиды, көтерілген мәселені анықтайды. Бірінші үзінді: қиынға сал, қалтқысыз сене көр, намыс үшін найзаласып өледер. Мүмкін емес менің отсыз болуым, Махамбетті туған болсаң сенегер. Өз жауабыңызбен берілген нұсқаны салыстырып көріңіз. Бұл шумақта ерді намыс өлтіреді деген, туған жер,
Сен үшін қиындыққа қасқайып қарсы тұруға бармын. Махамбеттей батырдың ізбасары бола тұра, менің отсыз болуым мүмкін емес дейді ақын. Екінші үзінді. Туған дала, тынысымды кең алып, көңілімнен көп іздедім даналық. Мүмкін емес менің тексіз болуым, ұлы Абайды туған болсаң сен анық. Ойланыңыз, бұл үзіндіде қандай мәселе көтерілген? Жауабыңызды берілген нұсқамен салыстырып көріңіз. Ақын бұл шумақта туған дала, жақсылыққа құштар көңіліммен көп іздеп даналықты таптым. Абайдай ұлы тұлғаны дүниеге әкелген, қасиетті өлкеде туған, менің тексіз болып өсуім мүмкін емес деп ой түйеді. Үшінші тапсырма. Тұғыры биік ұлы тұлға тақырыбына поэмада көтерілген мәселелерге өзіндік көзқарасыңызды білдіре отырып, әңгіме құрастырыңыз. Әңгіме жазу барысында дескрипторды басшылыққа алыңыз. Өзіндік көзқарасын білдіреді, ұлы тұлғалармен байланыстырады, әңгіме құрастырады. Сіздерге ұсынылатын тірек сөздер: дала перзенті, ұлт жанашыры, туған жер, қазақ халқы, мәңгілік есім, сыршыл ақын, терең ойлы, отты Махамбет, ұлы Абай, батыр Бауыржан, күй атасы, тұлғалар тағылымы. Өзіндік жұмыс. Берілген өлең жолын түсініп оқып, мақал-мәтел құрастырыңыз. Дескриптор түсініп оқиды, мақал-мәтел құрастырады. Бүгінгі сабақтан алған құнды ақпараттар тізбегін қоржыныңызға жинақтаңыз. Нені меңгердім? Нені білдім деген сауалдарға жауап беріңіз. Сабағымызды қорытындылай келе, өткеніңе келгенде ұлаңызсың, жеткеніңе келгенде мұрамызсың, парасатқа келгенде барлығысың, болашаққа келгенде мына бізсің деп, ақынның өзі жырлағандай, біздер ұлаңызымызды мәңгі жырлар ұрпақтар қатарынанбыз. Бүгінгі сабағымызда ұлы тұлғалардың ұлылығын дәріптейтін үзінділермен танысып, көтерілген мәселелерге өзіндік көзқарасымызды білдіре отырып, шығармашылық жұмыстар орындадық. Сабағымыз аяқталды оқушылар. Назарларыңызға рахмет.